Ас содасымен тұмаудың алдын алуға болады. Күнделікті өмірде жиі қолданылатын ас содасының тапқазыр, яғни қыс мезгілінде бас көтеретін суықтау мен тұмауратуға қарсы керемет емдік қасиеті бар екенін білесіз бе? Қатты жаурағанда мұрын бітеліп қалса да дәріханаға жүгірмей, ас содасының көмегіне жүгінсеңіз болады. Тұмаудың белгісі білінсе, тыныс алу қиындап, тамағыңыз жыбырлай бастаса, орта көлемдегі ыдыстағы қайнаған ыстық суға бір шай қасық ас содасын салып, тыныс жолдарын 80 градус шамасындағы буға бұлау қажет. Бұлауды су суығанша жалғастырған жақсы. Бұлау кезінде көзді жұмып, басқа сүлгіне орамал жауып алған жақсы. Сонда сода аралас ыстық бу тура тыныс жолдарын әсер етеді. Ол еркін демалуға көсектеседі, мұрынның бітелгенін ашып, тамақтың жыбырлауын тоқтатады. Ас содасы қосыған суға тамақты шаю, ангина, көтерілуден сақтайды. Бала кезімізде мұздай су ішіп немесе қар мен мұз жеп көреміз деп тамағымызды жиі ауыртып алатынбыз. Сонда әжелеріміз аузымызға дәрі тықпаламай, содамен ақ сауықтырып шығатыны әлі есімде. Асқазан қыжылдағанда ауырса да ас содасын пайдалануға болады. Бұл кезде 1 литр қайнаған суға 1 шай қасық сода салып, жақсылап араластырып ішу керек. Шамалы уақыт өткеннен кейін асқазан қыжылы басылып, өзіңізді жеңіл сезініп қаласыз. Қыста етті көбірек тұтынатынымыз рас. Майлы тамақты да осы кезде көбірек жеп қоямыз. Сондайда асқазан ауырда майлы тамақты көтере алмай қалады. Сол кезде де дәл осы тәсілмен асқазанға түскен салмақты азайтуға болады. Аптасына 1 рет ас содасымен тісіңізді тазалап тұрсаңыз көп ұзамай ағарып, тазарып қалғанын аңдайсыз. Қысты күні аяқтан кейбір адамдарда жыл 12 ай қолтықтан қолаңса, иіс шығып тұрады. Ас содасының көмегімен одан да құтылудың жолы бар. Ол үшін қайнаған жылы суға керегінше ас содасын салып, араластырасыз. Бұл қоспаға мақтаны малып алып сүртіну керек. Аптасына 2-3 рет осылай етіп тұрсаңыз көп ұзамай жағымсыз иістен құтыласыз. Міне, әрбір үйде кездесетін кәдімгі ас содасының осындайда пайдалы емдік қасиеттері бар.